Ал ондай болса, бүгінгі сұхбатымызды барынша еркін, барынша түсінікті, қарапайым тілде өткізгіміз келіп отыр. Бүгін біздің осы қазақ еңбегінің арнайы тәжірибемен, іскерлік тәжірибемен бөлісетін алаңға өзіндік кәсіпкерлік жолда орны бар, жолы бар, осы іскерлік бағытта өзін салған бірегей өрнегі бар. Қазақ кәсіпкерлерінің арасында көшбасшылардың бірегейі Сырымбек Тау мырза келіп отыр. Қош келдіңіз. Ассалаумағалейкум. Макс, Марат, мақсат досымыз, бауырымыз шақырғанымыз бір 2 жыл болып қалды. Анда кетесің, мұнда кетесің, уақыт шықпай. Осы күнге дөп келді енді. Байқаймын, студенттерден қарағанда сырттан келген адамдар көп, иә. Сондықтан жалпы мен сұхбат жасағанда бір жерлерге барған кезде айтам, біз қысылмай, біртүрлі болудан қорықпай, емен еркін жұмыста немесе отбасымызда қалаймыз солай кең отырып сұхбаттассақ шынайы нәрсе шығады. Немесе мен айтқанымды тыңдап қана өздеріңізге керек нәрсені сұрамай дипломатия алып отыратын болсақ, ол жерден шынайы нәрсе шықпайды. Сондықтан барынша жалпы өмірде енді шынайылықты жақсы көремін. Сондықтан барынша шынайы сұрақтар, анау бір адамдардың күнделікті қоятын тізесі шығып кеткен сұрақтар емес. Өздеріңізге керекті не болса, енді мен бәрін білем деп айтпаймын. Өзімде жолымда өткен жолдағы білетін нәрселерімді бөлісуге дайынмын. Сондықтан форматты жалпы менде осындай сұхбаттарда, кездесулерде форматты өзгертем. Көп мен лекция айтып оқығаннан ол жерден ешкімге ештеңке шықпайды. Әр адамның кәсіби саласы, әр адамның білім саласы, әр адамның жүріп өткен саласы бөлек-бөлек. Сондықтан өзімізге керекті немесе сіздерден маған керекті заттарды бөлісіп, алып, осылай бір жарым сағат жақсылап бір сұхбат өткізейік. Бәрекелді. Ал Сырымбек мырза, мен осы біздің тақырыбымыздың тұздылығы болсын, әрі бір жағынан тақырыпты қыздыру үшін мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Сіздің бір балалық шағыңызға бір сапар жасайық. Бүгінгі Сырымбек Тауды қалыптастырған балалық сәттегі бір уақиға бар ма? Өзгерту жасаған? Қандай армандарыңыз болып еді, және сол армандарыңыз бүгін орындалды ма? Енді көп ол, бәрі осы жердегі әрбір қыздар мен жігіттерді алсақ, бәрінде бар онда оқиға. Бірақ мен бір қызығын айтып берейін. Мені 20 жасқа жетпей, мен жалпы 13 жасымда осы кәсіпті жақсы көрдім. 13 жаста қалай жақсы көрдім? Жақсы көрейін деп жақсы көрген жоқ, мәжбүрлікпен жақсы көрдім да. Өйткені қазір бәріміздің ұл қыздарымыз бар, немесе бәріміз студентпіз. Біздің семьяда біз жетеуміз. 3 әпкем оқуға кетті. Енді ойлаңыздар, әкем директор мектепте, шешем балабақшада. Сондай бюджетный семьяның 3 қызы оқуға грантқа кетсе, грантқа кеткен өзінде қыз балалар түсінеді. Жол бар, барып келуің бар, сол жерде тұратының бар. Жаңағы жандағы қыздардан, подружкалардан қалмау керек. Қанша грант пен стипендиямен оқыса да, оларда жұмсайтын қаражат болады. Енді студенттер түсінетін шығар, қаражат. Сол қаражаттар біздің семьяға сол кезде ауыр тиді. Бірақ енді сыртымыздан қарасақ, біз екеуі де мемлекеттік қызметкер, біреуі басшы, сондай бір әулетті ауқатты семья сияқтымыз енді сыртымыздан қарағанда. Әкем, жасырмаймын, абыройлы, ауылда сондай адам болды. Бірақ қаражатқа келген кезде шынымен бізде жоқшылық болды бәрібір. Ол кезде енді 94-95 жылдары қиын заманның кездері қалай қиын болды? Кәдімгі ұнды шелекпен сатып алатын кездер еді. Сол кезде мен ең үлкен қазір мәжілісте депутат сестрам Иркутскіде оқып жатты. Маған енді жарты жылдық неге келеді, бірінші курс бітіріп келеді. Сол кезде сыйлықтар алып келеді. Мен әлі есімде аяқ киім әкеп берген. Сол аяқ киім маған келіп тұрды енді. Бірақ мен бір көмек болсын деп, мынау маған қысып қалды деп, соны мен саттым. Ең бірінші бизнесім сол болған мен. Соны сатып, сестрам ақшасын бердім да, есімде 14-12 жастамын. Сөйтіп екеуін алдырдым. Өзіме қайта біреуін алдым. Сөйтіп сол кезде енді
ол кездің адамдары бар болса іште түсінеді. Юрий Шатнов, Восковый Май деген группа, Андрей Губин дегендер хит еді сол кезде. Ол тек Қазақстан, Ресейде емес, Центральный Азияға хит береді. Солардың мынандай значоктары болды. Біз сол барса, соңы Бамби Бом деген сағыздар. И сол кезде енді мен қазір есімде әкем маған болмайды деп айтпады. 12-13 жасар балаға, сен көшеге шығып, базарға шықпа, сен сағыз сатпа деп айтпады. 14 жастан 1996 жылдан әкем екеміздің шотымыз екі бөлек болды. Кейде мен әкемнен қарыз аламын, әкем кейде менен қарыз алады. Сондай өмірге келдік. Мен түсінгенім, мен 14 жасымнан бастап өзімнен 10 жас үлкен адамдармен араласып кеттім. 24-тегі, 25-тегі. Енді қызық, мен олармен араласқасың, мен 19-20-ға келгенде мен жасыма жетпей ағашқа болдым. Аға болдым да кәдімгі. Өйткені артында өсіп келе жатқан балалар сырмаға деп бастады. Бір қарасам, кәдімгі мен бір 40-тағы адам сияқтымын. Артында бір інілерім бар, аға деп өсіп келе жатқан. Осы жауапкершілік менің мойныма біткесеге, мен жаңағы шынын айтайын, темекіден, арақтан, басқа заттардың бәрінен алыс болып кеттім. Өйткені ондай бір бос уақыт жұмсап, ондай басқа бір әуесқойлыққа құмартатын уақыт болмады. Мен қазір балалық шақтан естелік десе, сол кезде 12-13 жастағы баланың басынан қақпаған әкеме әлі ризамын. Өйткені мүмкіншілікті көрді, маған кейде айтып отырмын ғой, ол кезде 20.000 төгірік деген сол кездегі $20 шығар, $30 шығар енді. Сол ақша өте көп ақша еді. Сол бір-бірімізден $20, $30 қарыз аламыз. Әкемнің зарплатасы түсіп қалады, мен айтам, бірдеңкеге жетпей жатыр еді, бере тұрасыз ба деп. Қызығы, біз үйде 5 қыз 2 ұлмыз. Ағам екеуміз сынап көрді. 94-95 жылы Моңғол түрік лицейі ашылды. Қазір бізде Қазақстан БИЛ деген лицей бар, лицей ашылды. Сөйтіп екеумізде тапсырып түстік. Ағам 46-шы, мен 47-ші болып өттім. 50 бала алу керек. Соны енді үйде ешкім қалмайды ғой. 2 ұл кетіп қалса, 3 қыз оқуға кетіп қалса, 2 кішкентай қыз қалады. Үйдің жұмысын істейтін адам керек. Соны әкем келді де, екеуіңнен енді мен тест аламын деді, сыналып, біреуіңді ғана жіберемін дейді. Ағам моңғол мектебінде оқитын еді. Мен қазақ мектепте оқитын едім. Әкем тұрды да моңғолшасын алды. Мен баламын ғой. Бәрібір қатысып жатырмын. Бірақ енді моңғол тілінде оқып жатқан адам өтті. Ағаң барсын, сен үйдің жұмыс істеді. Бір қарасам, ол кісі де өзі енді білім саласында жұмыс істеген бәрін ренжітпей бөлген да осы күнге дейін. Үйге келіп айтуға болатын еді. Ағаң үлкен, сен барасың, сен қал деп. Одан да техничный сынын алып моңғолша мені өткізбей тастады, өте алмай қалған өзіңсің ғой деп ағамызды жіберді. Сондықтан жалпы осы өмірде біз нені пайдаланамыз? Бір шешімді шығарған кезде қайткенде қатыгездікпен шығарудың керегі жоқ. Біз мен білем, менікі дұрыс деген шешім мен қатыгездікпен шешім көп шығарамыз да өзімізге жауыз дейміз. Жоқ. Әр нәрсенің орнымен шығаратын шешімдері бар. Қазір біз жұмыста да соны жасаймыз. Әр нәрсенің орнымен шығаратын шешімдері бар. Бізден осы жақында ғана мен компаниямызға бекіттім. Жұмыстан бір адам кететін болса, 12 адамның алдына кеп, мафия деген ойынды ойнағасыздар ма? Бәріңіз ойнадыңыздар, Мафия ақталады ғой өлетін алдында. Бүйтеміз, Макс мафия дейміз. Мақсат тұрады да, мен мафия емеспін. Соңғы сөзіңді айт дейді, соңғы сөзіңді айтады ғой. Ана жерде мафиясы бар, мафиясы емес, жай халқы бар, милициясы бар, докторы бар. 10 шақты адам отырады да, ананы ақталғанын тыңдайды да. Сенеді, сөзім. Біз осы системамен жұмыстан адам шығаруға әкелдім мен. Мысалы айтады, Сырымбек жұмыс істемей жатыр. Мынау дұрыс жұмыс істемейді деп жалып түсе бастайды. Сол кезде бізде HR келеді, 2 орынбасар директор келеді, маркетинг келеді, жаңағы отдел продажа келеді, сату бөлімдегі бастығы келеді, оның сыртында аудит келеді. 12 адам отырады да, ананы тыңдайды. Енді үлкен компания болғасын кейін жұмыстан шығатын адамдарды түрлі сылтаумен көп. Біреу айтады, мен сендердің алдарыңа келіп, басым дейіп тұрған жоқ, кеттім деп қолын сілтеп кетіп қалады. Біреу келеді, мен мына жерде қателестім дейді. Мына жерде қателестім. Осы қателігімді түзеу үшін маған шанс беріңдерші дейді. Немесе біреу келеді,
мен жұмыс істеп жатырмын, бірақ мен істеп жатқан ортам ана қалған 8 адам маған ұнамайды, мен 9-шысым, мені басқасын ауыстырып берші дейді. Сондықтан әр адамның қолынан келетін нәрсені бағалайтын замандамыз біз. Біз біреу жамандады, екеу жамандады деп кесіп тастауымыз дұрыс емес ол. Біз қазір осындай кезге келіп тұрмыз да, біреудің сөзіне еріп кету ең тез заман болып тұр. Сондықтан біз осы системаға келіп, қазір бір адам жұмыстан шығатын болса, 12 адамның алдына келіп, өзінің мұң-мұқтажын тыңдаймыз. Сөйтіп бар. Сондықтан осының бәрі неден келді? Жаңағы айтып отырмын ғой. Әкемнің бір үйдің 2 баласы өтеді, сен бармайсың, сен барасың деп қатыгездікпен емес. Сен енді моңғолша тіліңсің. Нашар болып тұр ғой. Сен енді ана жаққа барғанда оқи алмай қалуың мүмкін деп өзіңді мойындатып алып қалып тұр да. Сондықтан әр нәрсенің астарымен іздесек, бәрібір қайыры бар сондай. Осы балалық шақтан практика. Тамаша, керемет. Енді қазір компанияңызды дамытып жатырсыз, өзіңіздің командаңыз бар, жасақтаған. Сол сұрағыңыздан өрбітіп алып келгім келіп тұр. Команданы қалай таңдайсыз? Және қандай адамдармен мүлдем жұмыс жасаспайсыз? Бізде команданы таңдағанда мен жалпы командада іштен өсірген жақсы көремін. Іштен. Енді өте қызық тарих көп бізде. Мен анау 1-2 баланы көп Инстаграмды қарайтын болсаңыздар, көп саған сол екеуі туралы кітап жазу керек деп. Бізде атын атамай ақ қойын. Ең бірінші күресші болып келген бала бар. Дөңгелек тиетін. Қателеспесем 2013 қой деймін. 2013-2014-те. Сөйтіп көзге түсе бастады. Соңмен онымен дөңгелекті шешіп ауыстыратын вулканизацияға жіберді. О да жүрді. Тағы көзге түсе бастады. Содан оны сату бөліміне қойдым. Тағы көзге түсе бастады. Осылай келді. Қазір енді 14-тен бері 11 жыл өтті ғой. Қазір біздегі бүткіл сату бөлімінің бастығы. Ол жылына, енді мен жасырмайын, $148 миллион дөңгелек сатады. $148 миллион дөңгелегін сату бөлім бастығы. Мен сұраймын ғой. Сен өз анау енді адамдар, біз қазір тек дөңгелек сататын компаниямызда 180-дей адам істейді. Группа компанияда 6000-дай адам істейді. Кейде жиналамыз, енді 200 адам жиналамыз. Сол кезде мен ананы шығарам да айтам, сен ұялма деймін. Мен сенен сұрақ сұраймын. Шығады. Сен не мамандық оқып едің деймін. Ол айтады, мен айтишникпін дейді. Мен неге айтимен кетпедім десем, мен орыс факультетінде оқығам дейді. Сен не оқыдың десем, келіп, бәленпай ес деп айтады, да деп айтам, соны 4 жыл оқып шықтым дейді. Сырымбек ес дейді, да ес дейді, сонымен 4 жыл уақытым өтті дейді. Өкінесің ба десем, елу дейді. Мен айтам, сен өкінбе дейді. Неге? Университет оқымаған адамды жалпы мен мейлі 2 оқысын, мейлі 0 болсын, мейлі ештеңке сауатсыз болсын, университетті сауатсыз бітірсін. Мен ол адамды оқымаған адам мен сауатсыз бітірген адам тұрса, мен сауатсыз бітірген адамды аламын. Неліктен? Адамда орта, коллектив, және жан-жақтағы қоршаған орта болу керек. Оған адам үйрену керек. Қалай үйренеді? Университетте біреуге қарап қызықтап еліктеп киінеді. Университетте бір қызға ғашық болады да, сол қызға ұнау үшін стилін өзгертеді. Ол көшеде болмайды. Курстастардың ортасында қарайсың да, киімдеріне қарайсың. Bir күні бір курстасыңмен тамақ ішесің. Немесе сол университетте жүрген кезде біреумен амандасып қаласың. Ол ертең адамдардың ортаға бейімделу. Сен мүмкін оқымайтын шығарсың. Сен 0 ештеңе істемейтін шығарсың. Бірақ бәрібір сенде бойыңдағы бір талант ашады. Сондықтан қоғамға бейімделу, тұйық болмау университеттен, мектептен басталады. Сондықтан мен бірінші 2 адам келіп тұрса, анау енді артықшылық айтпай қойын, аты заты жоқ университет көп қой. Сұрайым, кей балалар бар, келсем, айдалада бір университетте тіркеліп қояды, әйтеу аптасына 1-2 рет барып қояды, оқып жүрген елгісі, оқымай жүргенсіз. Оның өзінің бір қасиеті бар да. Әйтеу ана университетке баратын кезде дұрыс киініп барады да. Хотя бы кіріп бара жатқан аяғын шаңын сүртіп кіреді. Осының бәрі қарасақ, ортаға қоғамға бейімдейтін жер ғой. Біз жалпы білім, университетте, мектепте алған білім 30% деп шағыңыз. 70% практикамен келеді. 70% сіздер, мысалы кеше біз анау нетіп отырмыз, Өзбекстанда
шахматтан бір бала чемпион болып келді. Байқадыңыздар ма? Соны кәдімгідей, біздің елден чемпион деп құрметтеп жатыр. А бізде чемпион көп болғаннан кейін әйтеуір біз кім чемпион болған оқып жатқан жоқпыз. Бізде чемпион көп. Қарасаң, әр мемлекет осындай жетістіктермен талас бастап, біздің адамдар ұмтылып жатыр. Неге? Әр жерде тұлға болу керек. Сондықтан компанияның ішінде де тұлға жасау керек. Осыдан 3-4 жыл бұрын, 2022 жылы мен өзіме ассистентка іздедім. Бұрынғы ассистенткам жұмыс ауысты, содан бір қыз келді. Күнде келеді, күнде анау астындағы еш жаралатты. 20-сы келсе, ішінен сүзгіден өткізіп 5-еуін ақ болады. Сөйтеді да, өзім тікелей сөйлесті. Мен сөйлесем, адамдардың, енді мен қазір білмеймін, қазіргі адамдардың ойлау қабілеті ма, біреу айтады, аға болды дейді. Айлық маған қызық емес, тәжірибе жинау. Мен айтамын, сен мені аптасына 2-ақ рет көруің мүмкін. Даже бір айда 1-ақ рет көруің мүмкін. Ешқандай тәжірибе болмайды ол жерде. Сен жұмысы істеп жатырсың. Сен қайдан келдің? Осынан келдім. Мен сіздің вакансия жариялағаныңызды көріп, 3 ай Алматыда жатырмын дейді. Қайда жатсың? Сестрам үйінде отырып жатыр. 3 ай жұмыс таппадың ба? Жоқ, сол сізге өтіп кетем ба деп күтіп жатырмын. Оның бәрі дұрыс емес. Солай келді, бір қызды алдық. Сол қыз 3 жылда өзін көрсетті. Іштен өсіру деген осы. Қазір ол қыз менде ассистентка емес, бізде бір компания директор болып отыр. Іштен өсіру осы да. Адамның қабілетін көре білу керек. Адамға өмір бақи сен мына жұмыста отырасың деп кесіп тастамау керек. Ол адамға шанс беру керек. Ол адам неге шанс бересің? Ертең сол адамды тұлға ретінде басқа жұмысшыларға көрсете аласың. Сондықтан жалпы мен вакансияға келген кезде бірінші, мысалы, орын босай ма, іштен қараймын. Іштен қарағасын кейін, іштен таппасақ, сырттан іздейміз. Бірақ сырттан іздеген кезде мен 3 ай уақыт беремін. 3 ай уақыт, тесттен өтіп, бәрі дұрысталға сен қарайсың. Сондықтан жалпы компаниясы бар азаматтарға іштегі өздеріңіздің жандарыңызда жүрген адамны ассистент етіп, баға беріп, оны көтеру керек. Бәрі сырттан алып келген адам қанша басы алтын болса да, іштегі адамдай сіңіп кете алмайды. Сенде 8 жыл, 7 жыл, 5 жыл істеп жүрген балалар бар ғой. Соны көтеріп үйрену керек іштегі. Рахмет, көп-көп. Қазір мұнда залда келіп отырған азаматтар, әртүрлі азаматтар жиналып отыр. Өзіміздің университеттің белсенді студенттері де бар. Мен мынандай талап қойдым. Декандардан студенттеріңіз жібергіші деген кезде мәжбүрлемей, жаңағы ең өз қалаған, кім өз жүрегімен келгісі келеді, сол азаматтар келсін дедім. Сондай студенттеріміз келіп отыр. Және де MBA тыңдаушылары келіп отыр. Нархозда қазақ MBA-інде оқитын азаматтар келіп отыр. Осы жерде MBA-де оқып жатқан азаматтар отыр. Тауда шығатын азаматтар отыр. Әртүрлі. Енді кәсіптегі азаматтар да бар. Сондықтан көп азаматтар енді сізбен жолығамыз десе, осы кәсіпке қызыққан азаматтар келеді. Мынандай сұрақ қойғым келеді. Қазақстандағы бизнес жүргізуде жиі байқалмайтын қандай мүмкіндіктер бар? Қазақстанда бизнес жүргізуде көп азаматтар байқай бермейтін қандай мүмкіндіктер бар? Өте жақсы. Енді мен өз тәжірибемнен айтамын. Мен аналитиканы жақсы көремін. Анализ жасаймын. Сол анализге сәйкес статистика жасаймын. Осы екі-ақ нәрсе. Көбіміз біреудің айтқанына сенеміз. Келісесіздер ғой? Бастарыңызды ауыртқыларыңыз келмейді. Бұл ең үлкен қателік. Интернетте жақсы сөйлеп, интернетте жақсы нәрсе айтып жүрген адамдардікін 1% тыңдаңыздар. 99% керек емес. Мейлі мен болайын, мейлі басқасы болсын, 99% керек емес. 1% алударыңыз мүмкін. Неге мен оны айтам? Біз бизнесі жоқ адамдарды бизнес консультация алатын заманда тұрмыз. Бизнесі жоқ адам маған 2016 жыл ғой деймін. Атын айтпайын, енді мен біреудің атын айтып неткен жек көрем. Көмекшім келеді. Есік алдында бір кісі келіп тұр, сізбен жолыққысы келіп тұр дейді. Астыға түсем, жолған, мен сіздердің компанияларыңыздың ішкі режимін реттеп берейін дейді. Обороттарыңызды көрдім, бұлай өсіріп берейін дейді. Мен айтам, сізде қандай бизнес бар деймін. Жоқ, мен осындай өсіретін адаммын дейді. Соны мен айтам, сен тәуіпсің ба? Қалай білесің мен бизнесімді өсетін? Сөйтіп мен сәл жорстко сөйлестім. Енді оны адамды шынын айтайын, Қазақстанда пір тұтып жүргендер жетеді.
екеуміз сөйлестік. Мен айттым, сен 2015 жылы қанша салық төледің? Жоқ, мен осындай консультация беремін, мен бүйтемін. Мен айтамын, маған керек емес, сен бизнесің жоқ па? Сен менен алсашы әңгімені. Мен мына бизнесті осы күнге дейін қалай жеткіздім, соны үйренсеші мен. Сөйтіп ол кәдімгідей мен жек көріп кетті енді. Сондықтан мен сіздерге айтарым, су шықты, мынаны неге полный құяды? Көп су сатайын деп полный құймайды. Мынашы, аузына ең құйып тұр ғой да. Бұрынғы суларды байқасаңыздар, мына жеріне ең құяды. Мынаны неге құяды? Осының бәрін статистика анализбен жасауымыз керек біз. Біз зерттеуіміз керек. Бізде мысалы Қазақстанда, Қазақстан көлемінде 5 миллион дөңгелек сатылады. 5 миллион дөңгелек. 2 миллион дөңгелекті біздің компания сатамыз. 2 миллион дөңгелек. 40%, Неге? Сұрақ қой. Мен шынымды айтайын, өмірде бір коучқа барған адам емеспін мен. Бір коучтың ойбай мынау бір жақсы әңгіме айтып жатыр екен, мен бизнесімді өсіріп береді деп барған емеспін. Неге? Сол барған уақытыма мен анализ жасайыншы одан и статистикамды құрайын. Қалай мынау, қалай келе жатыр. Сондықтан мен көшедегі жүріп жүрген көліктердің санына шағамда жылына 200 мың машинаға дейін суретке түсіреміз біз. Енді қараңыз. Бәріміз Land Cruiser 300, 200, сотка деген машиналарды жақсы білеміз, сонымен ғана анализ жасай салайық. Немесе Camry. Машина 50 миллион теңге тұрған кезде 1 миллион теңгеге дөңгелек ойланбай сатып алады екен. Ол машина 8 жылдан кейін 25 миллион болған кезде ол кісі 200 мың теңгеге сатып алады. Оның анализіміз қалай жасаймыз? Бірдей сондай 100 машинаны суретке түсіреміз и қандай дөңгелектер салып жүр, ол дөңгелектердің бағасы қанша тұрады. Оны саған анау миллион төлеп, 2 миллион төлеп, айдағы аспанды сатып әперемін деп жүрген ешкім үйретпейді оны. Әр бизнесіңде өзіңнің салаңдағы, өз салаңның жұмысын дұрыс істеу керек біз. Соған біз анализ жасау керек біз. Неге менің әкелген дөңгелегім өтпей жатыр дегенге анализ жасауымыз керек. Қазір Қытайдың бүткіл заводтарын пір тұтатын заман емес. Олармен барып, өзіңнің біліміңмен, өзіңнің Қазақстандағы жасаған анализіңді көрсетіп, саудаласатын заман. Қазір Қытай бір бизнесмен келе жатыр десе, дастархан жайып біз бәрін пір тұтып кеттік. Көке, олда жүрген бір посредник шығар. Анау Қытаймен сыйған сауда жасап берем деген интернеттегі жүрген түгі жоқ адамдарға алданып жүрген адамдар көп. Ертең ол саған 1 миллионға, 2 миллионға курсын сатады да кетеді. Ол ұтылмайды. Мына жақта қымбат бағаға дүние сатып алған сен ұтыласың. Сондықтан тағы да айтам, бизнес тек алып сатумен тұрмайды. Бизнес сен стратегия жасайсың, статистика жасайсың, анализ жасайсың, қалай дамитын жолымда қалай анализ жасайым и статистикаға қалай жүгінем. Осы ғана. Оны біз анау бір айдалада барып, миымызды ашып, ішіне бизнес деген бір шприцбен сұйық құйып беретіндей тыңдаймыз да. Мына жерді бүйтіп тырнай берсек, қазір қан шығады. Келісесіздер ғой? Бәріміз бір жеріміз тырнайықшы, 1000 рет біздің бала кезімізде хит болған мына шеке тырнау деген. Тырнаған кезде қан шығады. Сөйтіп, саған әңгіме айтқай тұрған адам тырнаңдар. Артынан қандай бизнес шығады екен. Сауатты бәріміз Инстаграмда ақыл айтқанға мастеріміз. Алыңда қолды салық кейзетке кір, немесе учет кейзетке кір. Анау таргет жібергенде сондаймыз ғой 5000 теңгеге. 5000 теңгеге салық кейзетте компанияның қанша налог төлегенін көрсететін сайттар бар. Аласың, менің компанияма Сантайрс деп тересің, Сантайрста директор кім, акционер кім, бәрі шығады, қанша салық төледі көресің, мына кісінің айтқан бизнес бар екен дейсің. Әйтпесе, любой адам келеді, менің бәленпай деген бизнесім бар дейді. Мен қазір маған компаниям болғайды, неше түрлі жастар, неше түрлі үлкен ағаларымыз, орта жастағылар келеді. Берге деймін, компанияның аты қандай, бәленпай, терем. Қанша оборот жасадың? 40 миллиард жасадың. Көке, сен 780 теңге налог төлепсің ғой, неге өтірік айтып отырсың деймін да. Сондықтан біз сауатты анализ жасап үйренуіміз керек. Сондықтан кәсіпкерлер бар болса, жаңа кәсіпкерлер біреуден бірдеңке ақылдасайын деп жатсаңыздар, немесе кәсіпкерлер біреуден бірдеңке тырнап көріп, қанша салық төлегенін көріп алыңыздар. Кітап оқып байып кеткен адам жоқ.
Кітап керек. Қандай кезде? Кітап сен анализ жасауыңа керек. Кеше бір бауырымызбен жолыққанбыз. Бәріміз Алматы, Астана, Шымкенттен бизнес ашқанды жақсы көреміз, иә? Неге? Халық көп дейміз. Енді былай қарайық. Huawei, Walmart екі кітапты оқыңыздар. Олар ауылдан бастаған. Дүкендерін ауылдан бастап, адам аз жерден опытпен келіп, үлкен қаланы ұйықтатқан. Сондықтан мен сіздерге кітап осы үшін ғана керек. Әйтпесе, ештеңке істемей кітаптарды 1000 кітап оқып ақыл айту үшін керек емес ол. Ол практика. Олардың керек дүниесін алу үшін керек. Қай жерге лекцияға барсаң да, сіздің жақсы көретін 5 кітабыңыз деген сұрақ. Менің жақсы көретін 5 кітабым сіздерге нам болмайды ол. Әркім кітап ашсын, 20-шы, 30-шы, 50-шы беткейін оқысын, түйсіне алмай ма, басыңды қатырмай қой, ары қарай оқып. Түйсіне аласың ба, ары қарай оқы. Сондықтан кітап оқып отырып, ойың басқа жақта отырма, ана кітап сенікі емес ол. Ол қазір кітап оқыған адамның бәрі ақылды. Мен 5000 кітап оқығам деп қазір неше түрлі адамдар жүр. Ол 5000 кітап оқыған адам бәрі ақылды емес. Ақылды болуы мүмкін өзі үшін ғана. Ал ол адам 5000 кітаптың ішіндегін саған бере алмайды. Сондықтан тағы да айтамын. Біреуге барып бизнесті сұраудан бұрын өзіңіздің бизнесіңізге анализ, статистика жасап алыңыз. Стратегияңызды құрып алыңыз. Сол жоспарға қалай. Мен сізге бір қызық айтайын. Қазақстан, білесіздер, 20-20 деген бағдарлама шығардық, иә? Кімнің есінде? Содан кейін 2030 біз барыс боламыз дедік. Жануар болып кете жаздадық. 2050 самұрық боламыз дедік. Енді қарасақ, сол программаны оқығандарыңыз бар ма? Жоқ, иә? Не жазылған? 2030-ға дейін Қазақстан қандай болады? Оқығандарыңыз бар ма? Вот, стратегия қалай жазылады? Енді қараңыз. Мен Жапонияға осы жақында 43-ші рет бардым. Жапония 5.0 деген программа жазады. 162 жылға. 162 жылға стратегия жазады олар. Сөйтеді де 2000 жыл жазған, 2024 жыл, 24 жылда біздің жазған программамыз қанша пайыз дұрыс орындалды деп қарайды. 95% орындалған. Бізде қандай анализ сондай? Сіздер қайсыларыңыз компанияңызға 2020 жыл отырып 5 жылға программа жаздыңыздар? И сол 2020 жыл отырып жазған 5 жылдағы программаңыз қалай орындалды? Қай студент 2021 жыл бірінші курсқа келіп 24-те, 25-те мен бітірген кезде мынандай болам, осындай мамандықты игерем, оның сыртында мен мынандай нәрсе істеп шығам деп жазды. Бар ма біреу жазған? Әрине жоқ. Біз әкәку біреу тыңдаумен өмір сүріп жатырмыз. Біреудің жақсы өмірін тыңдап алып, сол сияқты өмір сүргіміз келіп жатыр. Жоқ. Инстаграмда жақсы өмір айтып жүрген адамдардың 90% өтірік. Сол адамдармен жолығып қалсаң, әдемі өмір айтып жүрген, әдемі заттарын көрсетіп, әдемі сөйлеп жүрген, мен сені 10 күнде байытып жіберем, байытпасам битем деп жүрген адамдар түгі жоқ адамдар. И солар қаншама қазақтың қарагөз балаларын тентіретіп жіберді қазір. Соларға барып, миллиондап ақша төлеп жүрсіздер сіздер. Ал айтыңызшы, мен осыны тыңдап, осындай жұмыс істеп, мен осыдан болып байып кеттім деген адамды көрсетші. Жаңа коуч болып жүргендерден мен айтам, сенің шәкіртің тек коуч болып жүр. Коучтың шәкірті коуч болып жүр, бизнес істеп жүрген жоқ көп. Баяғыда бір ағамыз атын атамайын, ойбай Сырымбек менен кеп сабақ алған деп ұрып жіберді, осындай бір өзінің тренингісінде. 4 бала келді маған. Ой, сіз ана кісінің шәкірті екенсіз ғой. Мен айтам, шын айтайын, знать не знаю деймін де ол кісіні. Көрген де емеспін өмірімде. Сондықтан бізде өтірік айтуды стратегиямен, сіз анализ жасасаңыз шығарып аласыз оны өтірік айтып отырған. Сондықтан қазып көріңіздер, қазыңыздар. Мен әр жерде жағымпазданбай шындықты айтқан деген жақсы көремін. Ертең біз босқа уақытымызды өткізіп, сандалып, 3-4 жыл біреуді тыңдап, 3-4 жылдан кейін ол адамдыға қарсы шығып жүргеннен қарағанда өмірде реалистікке қарау керек. Рахмет көп. Өте жақсы кеңестер деп ойлаймын. Енді расын айту керек, мен өзімде Сырымбек мырзамен сөйлесіп ақылдасқанымызда, мынау біз сана форум өткізетінбіз, сана бизнес форум. Сол кезде спикерлерді қалай таңдаймыз деген кезде Сырымбек мырзаның сол ақыл кеңесі, учет кезетке кіріңіз,
ол компаниясын енгізіңіз, қанша салық төледі, соны көріңіз. Егер 100 миллионнан артық төлесе, онда ол спикер болуға жарайтын адам. Ол спикер болып өзінің тәжірибесін бөлісетін адам. Сосын оны біз кіріп алдық та, сосын андай қызығушылығына кіріп кеттік қой. Кәдімгідей салыстырамыз, орыс тілдің спикерлерді салыстырамыз. Орыс тілді жаңағы Мұхтар Жәкішевтен бастап, Марғұлан Сейсенбай бар, басқасы бар. Олардың жаңағы қандай болып жатыр екен, обороттары қандай деген сияқты. Олардан кейінгі қазір шығып жүрген орыс тілді кәсіпкерлердің алдында сөйлеп жүрген азаматтарды қараймыз. Сосын біз бір фактіге куәгер болдық. Қазақ тілді кәсіпкерлер бар екен да, олардың обороттары да, жаңағы төлейтін салықтары да, жаңағы орыс тілдің ішінде мықты болып жүрген азаматтардың да асып кетеді. Бірақ олар өздері бар, сол орыс тілдерді тыңдайды. Мен айтатын болдым, сіз оларды керісінше сіз оқыту керексіз ғой. Бізге қазір қазақ тілді аудиторияға мықты спикерлер үлгі болатын, жастар үлгі тұтатын азаматтар жетіспей жатыр. Міне сіз сөйлеу керексіз ғой деп қазір азаматтарды солай сөйлеуге бейімдеп жатыр. Көп бізде қазақ кәсіпкерлері бар, жақсы жетістікке жеткен, жақсы салықтар төлейді, бірақ көпшіліктің алдына шыққысы келмейді, сөйлегісі келмейді. Енді кішкене бір жағынан ол қарапайымдылық мінез, ал екінші жағынан жаңағындай маған керек емес, не істейін дейді, уақыт құртып дегендей. Бірақ шынында да жаңағындай әртүрлі артында ештеңе жоқ өтірік коучтардың жарқырағанынан көрі, онынша нақты бір кәсіпті жасаған азаматтардың шығып, жастарға ақыл кеңес берген дұрыс деп ойлаймыз. Одан кейін енді келесі бір сұрақ қойғым келіп отыр. Біз Сырымбек Тауымырзамен бірге Америкада жүрдік. Америкаға оқуға бардық, Мичиган Стейт университетіне. Сол жерде ол жердегі оқу бағдарламасы туралы кейінірек сұрақ қоямын, бірақ мынандай бір жағдай болды. Бізді таңғы асымыз тегін, түскі асымыз тегін, содан кейін жаңағындай өте көп кухнялар толған, жаңағы студенттердің асханасы, бір ғана асхана емес, үндіс асханасы бар, вегетариан асханасы бар, түрік асханасы бар, барлығы толып тұр. Қалағаныңды жей бер деген сияқты. Содан кейін енді біз сол жерде жігіттермен жүгіріп барамыз да, ананы да жейміз, мынаны да жейміз. 2-3 күннен кейін және салмақ қоса бастадық, дәу болып дегендей. Содан кейін таңертеңгісін көбінесе қазақ жігіттері ұйықтап жатады, ал бірақ Сырымбек Тауымырзаны қарасам, бұл кісі спорт залда жүреді де, күнде таңертең спорт залда. Содан кейін ал жігіттер бұл болмайды деп бәріміз жаңа спорт залда тартқан ғой. Енді осында сұрақ. Сізде осы энергияны қайдан аласыз? Сізді ұстап тұрған ішкі тәртіптің формуласы қандай? Жауап енді қызық сұрақ. Максиммен мақсатты спорт залға апарып, ана тербететін киім кигізіп, кәдімгі гаи кеткен, бас айбанып кеткен кездер болған. Жалпы мынандай ғой. Біз өмірді не үшін өмір сүреміз? Ақшаны не үшін табамыз? Осы сұрақтарға жауап беруіміз керек та. Әлемде 1,8 миллиард мұсылман бар. 1,8 миллиард. Қаншасы маска киіп жүргенін білмейміз біз. Маска киіп жүр дегеніміз қалай? Мен мұсылманмын дейді, бірақ шынайы мұсылман емес, өтірігін айтады, біреуді алдайды, бірақ ол және исламға жат қылық та. Мен енді Жапонияға барған сайын барған достарымызға, ортадағы адамдарға айтамын. Иманды 10 заттан тұратын болса, Қазақстанда біреуі 9 Жапонияда деймін де. Тазалық, адамды алдамайды, адамға шынайылық, адамға адамгершілік, кішіпейілдік, бәрін солардан көресің. Сол сияқты өмірді не үшін өмір сүреміз? Біз өзімізді құнды, сапалы ұлт жасау үшін біз бәріне көну керекпіз. Қазір қоғам осындай дәрежеде тұр. Біздің әрине европеистерден, жапондардан, американдықтардан, Қытайдан алмайтын құндылықтарымыз да бар. Неге? Бір үйден бір азамат шығады, немесе бір азаматша шығады да ағайын туысын бәрін сүйреп жүреді. Бұл қазаққа жақсы қасиет. Бұны жоғалтып алмауымыз керек. Немесе кластастарынан біреу шығады, сөйтіп ана кластасын тентек болса да жұмысқа алып қояды әйтеуір. Ана кластасын алып қояды, ол жұмысқа келмейді. Келмесе де досым келіп жүрсе іштеп қояды, әйтеуір жүреді. Ол біздің бауырмалық қасиет. Оны басқа елден көре алмайсың. Ол қасиеттерді біз жоғалтпауымыз керек. Енді мен не істеймін? Жалпы энергия қайдан пайда болады? Мен бір қатты, сондай энергичный адам деп айта алмаймын, бірақ мен тамаққа өте қатты қараймын. Қалай қараймын? Сіз тағы жапондарға тоқталамын, жақсы мысалы бар. Артық салмағы бар адаммен дейді, моторы үлкен көлік, екеуі не экономичный дейді.
артық салмағы бар адаммен дейді, салмағы аз адам екеуін қарасаң, артық салмағы бар адам өзін басқару тәжірибесі ана адамнан төменірек дейді. Сондықтан мен тамақ жеген кезде дәруменді қайдан алатынына көбірек қараймын. Көкөністер жесең қанша дәрумен аласың, ет жесең қанша дәрумен аласың, кофе ішсең қанша, күніне қанша кесе кофе. Білесіз ба, біз ішіп жүрген 4-5 түрлі кофе бар, бәріңіз соны жаттап алғансыздар. Ұялсаңыз да барып американо бере салшы деп, ішпесең де жаныңдағы адамнан ұяласың. Немесе айтасың капучино бере салшы, немесе жаттап аласың латте деген сөзді латте бере салшы. Оның қай адамға қалай әсер ететінін біз қарамаймыз негізі. Не үшін ішіп тұрғаныңда қарамайсың. Соның бәрін санамызға Құдай басып берді, ойлансын деп. Ойланып, зерделеп жасайтын кезде тұрмыз. Сондықтан мен қалай істеймін? Шамам келгенше нан жемеймін. Шамам келгенше. Неге? Нан қорыту үшін адамның денесіндегі бұл витаминдердің бәрін жеп барып қорытады. Ол ұйықсады. Ол жаңағыдай адам асқазанына барып қатаяды. Оны қорыту үшін сен жұмыс жасау керек асқазаның. Осының бәрін істегеннен кейін сендегі энергия кетеді. Бізде мен көбінде салаттар жеймін, ет жеймін, май жеймін, бірақ шамам келсе 8-ден кейін, 8:30-дан кейін ішпеуге тырысамын. Енді таңертең оянғаннан кейін мен шынын айтайын, анандай бір кашок болғым келмейді. Мынандай бұлшық еттер шығарып алып, енді кей адамға жарасар, кей адамға жараспас. Бірақ мен өзімнің деңгейім, мысалы мен 21 километрге жүгіргем, марафонға жүгіргем, өзімнің 10 километрге 4-5 рет жүгірдім. Енді өзіме сәйкес рекордтарым бар. Баскетбол жақсы ойнаймын, волейбол ойнаймын деген сияқты. Бірақ бәрінде профессионал емеспін. Шын айтайын, бәрінде профи емеспін. Мен қалай ұстаймын? Әр жерде саған бір керек болып қалған кезде сен өнеріңді шығару керексің. Мысалы қызық болды. 2024 жылы мен Қытайда бір қалаға бардым. Сол қалада дөңгелек шығаратын заводтың иесі велосипед тепкенді жақсы көреді екен. Содан кейін ол мақтанды маған. Мен осылай велосипед тепкенді жақсы көремін, сөйтемін. Содан мен айттым, мырза, таңертең 10 километр жүгірейік, 20 километр велосипед теуіп тастайық дедім да. Анау маған енді бүйтіп қарады, мынау прикол ұстап тұрма деді. Бүйтіп қарап, шын айтып тұрсыз ба деді. Содан кейін мен айттым, сізде енді екінші велосипедіңіз бар болса, мен сізбен серіктеспін. Содан кейін таңертең екеуміз 10 километр жүгірдік. Ол жүгірмейді, көрініп тұр. Бірақ енді артық май жоқ болғасын әйтеуір жүгірді. Екеуміз жүгірдік. Содан кейін велосипедке отырып, содан кейін сіз айронменсіз ба дейді. Мен айтам, жоқ, мен еш спортта профи емеспін. Бірақ мен әр нәрсеге бейім болғым келеді деймін да. Жүзетін болсақ 1 километрге жүзгім келеді. Жүгіретін болсақ 20 километрге жүгіре салуым керек. Велосипед тебетін болсақ 40 километрге дейін тебе салуым керек. Жаңағы футбол ойнайтын болсақ жүгіріп жүруім керек әйтеуір. Сондықтан адам өзін жан-жақты сезінген кезде дамып бастайды. Ал қара, бізде қанша, 15 адам болдық па? Америкада 14 адам. 14 адам болдық. 14 адамда шын ниетімен салмақты тастағысы кеп бастаған жігіттер бар. Жоқ, ұят болмасын деп тиіп қашқан жігіттер бар. Қарайсың, мен лекцияға барғанда ұят болмасын деген жігіттер ұйқыға кетеді. Ақырын ұйқы басып, мажаурап отырады. Мен былтыр тура осы кезде Антарктидаға кеттім, 10 жігіт болып. Сол кезде Мақсат мырза біледі, біздің Жұман деген досымыз бар. Жұманға айттым, мақсатың не Антарктидаға бара жатқан? Екеу деді. Біреу бірінші көру, екінші сізбен бірге жүріп арықтау деді. Жұман 94 килограмм болып шыққан, үйіне келгенде 83 болып келді, 18 күнде. Бірінші тамаққа дұрыс көңіл бөлді. Біз ауыз өзіміздікі асқазан қабылдайды деп опыра беруді қою керек ол. Ол қайдан келді? Біздің ата-бабамыздар аштықты көрді, ананы көрді, мынаны көрді. Біз жоқшылықты көргеннен кейін әр нәрсені қалап тұрамыз. Сіздер қазір акция жариялап, тегін десеңіз, керек жоқ болса да кеп алып кететін қазақтар табылады. Біз бұлай істейікші. Мұнда менде iPhone 16. Мынаның чехолын тегін таратайық. Осы отырғанымыз 100 адам болсақ шықпа жатып алып кетеміз. 16 жоқ болуы мүмкін кейбіреуімізде. Кейбіреуіміз 17 ұстап жүрміз мүмкін. Біз жоқшылықты денемізге сіңіріп жібердік та.
Жоқ, осы заманды түсінуіміз керекпіз. Бұл керек па, жоқ па? Тамақ жегей тұрсың ба, сен соңғы тамағың емес қой, айналайын опырып жейтін. Опырып жедің ба, сен энергияң кетті оны жұмсау үшін. Сондықтан әр қашан адам сергек жүру үшін бірінші тамақ, екінші спорт. Спортты өзің ұнағаныңа сәйкес. Кашок болғың келе ма, кашок болып жаса. Жоқ, кашок болғың келмей ма, онда күнделікті режиммен жаса. Сондықтан шамаңның келгенше, мен мысалы кеше жасамаймын, кеше үйден 7:45-те шықтық біз. Түнгі 11:20-да бардым мен. Сол 7:45-тен түнгі 11:20-ға дейін кездесу болды менде. Осы кездесулерді жоспарлап, осы кездесулерді қойып, бәрін үлгеру үшін сенің диеталық режиміңмен спортың ғана көмектеседі. Сенің 199 кофе ішсең де ұйқыңды ашпайды ол кезде. Керісінше саған зиян болып бастайды да. Сондықтан адам осы организмді қалай ұстап тұрып үйрену керек. Анау қазір таңғаламын мен. Неше түрлі жүзіктер, неше түрлі мынандай браслеттер тағып алып жүрген. Көке, маркетингінің құлы болмаңдаршы. Мына браслет тағып алып жүрген адамдар, мен енді маған бір бала сыйлыққа берді. Атын атамай ақ қояйын, ана бір браслетті қара. Сөйтіп сыйлыққа бергесен кейін, мен сауатым бар ғой. Мен Құдай маған басып берді ғой. Мен интернеттен оқыдым оны. Интернеттен оқыдым. Анау ең жақын досым бар қазір, ChatGPT деген. Одан сұрадым. Анализ жасадым. Дым пайдасы жоқ. Сен дұрыс тамақ ішсең, сен дұрыс спортпен шұғылдансаң, ана қара бәленің дым пайдасы жоқ, оның ақша құртудыншы. Ал қазір көрем, спорт залға барам, 80% адам соны тағып алған. Не? Маркетингінің құрбаны. Мен оны интернеттен оқып шықтым, пайдасы жоқ. Сондықтан сіздерге айтарым, осындай нәрселерден өтпес үшін, жаңа денсаулық ол. Мысалы, қараймын, қанша күн болды тауда жүргендеріңізге? Бүгін 464 болды. 464 күн да? Енді мүмкін бұл кісілер әдетке айландырды, уақыты бар, өздерін сол тәрбие, ол қатаң тәрбие, соған бейімдетті. Сол жерден өздері түсінді, біздің осы жүріспен күні бойы энергиямыз толып жүретіне дегенде. Солай ғой, дұрыс. Енді қараңыз, қазір Құдайға шүкір біреу келеді, жүгіріп тауға шығайық десе, макс озып кетуі мүмкін. Суға түсейік десе, түсе салуы мүмкін. Басқасы дірілдеп тұрып қалуы мүмкін да. Сондықтан бұл жан-жақты болу деген осы. Атак, осы тауға шығып суға түспей де жасай аласың да. Оның мүмкіншіліктері көп қой. Әр адам өзінің уақытына қарай бейімделу керек соған. Әр адам уақытына қарай бейімделу. Мен мысалы кейде ұшаққа билет алған кезде түнгі алам әдейіге. Неге? Ұйықтап барайын депші. Бірақ білесіз ба, 4 сағат ұшқан кезде адам денесінен 500 грамм су кетеді. Вакуум ғой. Сондықтан қанша сен ұшақпен ұшып бара жатсаң да, сауаттылық болу деген сол. Сен 4 сағат ұшатын болсаң, хотя бы 700 грамм су ішу керексің. 700 грамм сен су ішпесең, түскенде сен шаршап тұрасың. Көп жігіттер ұшып бараса айтады, бір ұйықтап аламыз ба дейді. Шаршап тұрады да. Неге? Сен ұшатынның алдында, немесе ұшатыннан бұрын бірнеше сағат, бірнеше күн сен зерттемедің оны. Сен денеңнен 500 грамм су кетіп қалды. 8 сағат ұштың, 1 литр су кетіп қалды. Әрине сен шаршайсың. 1 литр суды сен ұшақтан түсе сап, қылқылдатып жұта салғаннан, ол саған 1 литр су болып сіне салмайды денеңе. Сондықтан ұшақпен ұшатын кезде сіздерге ең үлкен не? Әр сағатына 200 грамм су ішіп отырған маңызды. Әр сағатына. Мүмкіншілік болса, 30 минут сайын 100 грамм су ішу керек. Неге? Сен түскен кезде сергек түсу керексің. Ұйықтасаң, 1 сағат сайын оян, суыңды ішіп қайта ұйықта. Сондықтан біз осындай көзге көрінбейтін нәрселерді істемейміз да, анау деген аспаннан түскен бір жақсы бади бар деп жек қоямыз соны. Ол дым көмектеспейді саған. Сен организм оны қортатындай жағдайда емес қой. Ойбай, бәленпай деген қазір мода болды ғой анау. Бәленпайынша ғасырда айтып сататын. Ол ғасырда ондай басқа аурулар болған жоқ. Мен ана қара зерені рекламасы шыққан кезде айтқам,
сол қара зерені ішіп жүрген кезде ковид болған жоқ. Заманыңа сай өмір сүрсеші, заманыңа сай ішіп үйрен. Қара зерені ішіп жүрген заманда самолет болған жоқ, 8 сағат ұшатын. Сен организм қалай қабылдайды оны? Сондықтан жалпы айтатын маркетинг құрбаны деген осы да. Біз өзімізді қинап келеміз да, қақ еткізіп 3-4 витамин іше салғымыз келеді. Мен 2023 жылы Токиода, енді сіздерге айтарым, осы жерде отырған енді бір 50 адамыз ғой. Мүмкіншілік болса, 10 мың теңге ақшаларыңыз болса, ертең таңертеңнен бастап қаннан витаминнің құрамын тапсырыңыздар. Ол жерде синкті қосыңыздар, қайткенде, ол өйткені витамин комплексте синкті жеке алмаса тапсырмайды. Синкті қосыңыздар, содан кейін сіздерде балық және омеганы қосыңыздар, осындай бүткіл витамин интернеттен оқыңыздар, денелеріңізге керекті қандай витамин бар, B1, B2, B16 бәрін қосып анализ тапсырыңыздар. Қазақтарда гарантия беремін, D витамин аз шығады. Енді біз D витаминді қайдан аламыз? Күннен аламыз ғой. Күннен алайық десек, бізде шарқырап тұрған Дубай, Түркия сияқты күніміз жоқ қой. Енді не істеуіміз керек? Қандай тамақпен толтыра аламыз біз орын? Толтыра алмайсың ба? Витаминге жүгінесің. D витаминге жүгінбедің ба? Өмір ұйқың қанбайды. Езілесің де отырасың. B витаминің жоғалды ма? Сен памяттерің нашарлап бастайды. Балықты майымен келетін жоқ па? Болды, сен памяттен айырыласың. Осы ғой. Ойбай, соң кейін келеді саған біреу жаңағы витамин сатып жүрген, бади сатып жүрген біреу бәрін беріп жібереді да. Сен ойлайсың, ананы жесем мен айранмен, мен супермен боламын деп. Жоқ, көке. Сен асқазаныңда қорытатын дүние дұрыс болу керек. Сондықтан сіздерге айтарым, сауатты болу үшін, мен жаңағы 23 жылы Токиодағы қызықты айтайын. Чекаптан өте салайын дедім енді. Ауыратын жерім жоқ, ештеңкем. Сөйтіп бардым, сөйтіп анализ алып жатыр. Соң кейін жапон дәрігері келді да, 3 адам өтіп жатырмыз. Маған қандай витаминдер ішесіз дейді? Ештеңе ішпеймін. Жоқ, өмірде қандай дәрілермен витаминдер қолданасыз? Мен айтамын, жоқ, ештеңе ішпеймін. Сөйтіп соң кейін айтады, good job деп күліп жатыр да, қағазды алып келіп. Сіздің денеңізде болатын витаминдер полный норма дейді. Бәрі нормада тұр дейді. И последний қашан ауырдыңыз дейді. Мен айтам, 2 ай бұрын бір суық дейді ма, тұмаураттым. Бірақ жаңағы дәріге жүгінбей, барынша емделуге тырыстым дедім да. Сұрап жатыр, қандай тәжірибе қолдандыңыз? Соңғы мен айттым, қатты әлсіреп тұрдым, бірақ 20 минут жүгірдім, терлейін деп. 20 минуттан кейін моншаға бардым, тағы терледім. Соң үйге келдім, су ішіп, 3 литрге дейін суды бір күн ішіп, ұйықтадым. Термен шығарып көрдім, 2 күн, 3 күн әлсіредім, жазылдым. Сөйтсем, айтады, вот, кей дәрілер денедегі витаминді жуады. Әрине, соң кейін бізде энергия жоқ. Энергияға келетін болсақ, бәр нәрсе, барлығы өзіміздің қолымызда да. Енді, дінде де жазылады, шариғатта бар. Құптан намазы кірген соң дейді, таң намазының кіретіне дейін ұйқы ең дұрыс ұйқы дейді. Біз осы ұйқыны үкі сияқты ұйықтамаймыз ғой. Біздің әңгіме, жастармен, бизнесмендердің әңгімесі сағат кешкі 8-ден кейін басталады да көшеде жүреді. И ертеңді ұйқым қалмай қалды дейді. Әрине, адамды сауаттылықпен қарасаң, заманауи исламға заманауи интернетті қосып қарасаң, саған бәрін айтып береді. Қара, оны қоста қарай сал. Сен барда сағат 10-нан ұйықтада 3:30-4-ке дейін таң ұйықташ, тас қараңғыда ұйықтасаң, сен болды ұйқың қанады. Неге тас қараңғы? Даладан түскен сәулемен шырақтан түскен сәуле адамның энергиясын жуады дағы. Осындай да нәрселер бар. Оны мен айту емес, бәрі жазылып тұр. Қараңыздар интернеттен. Соңында ғана лайк басып, комментария жазып, бір-бірлеріңізге WhatsApp'та керек емес нәрселер жібересіз. Одан да интернеттен қараңыздар. Адамға ең жақсы ұйқы беретін қалай ұйықтау керек? Айтып береді бәрін. Сондықтан бір нәрсені айтқанда, мысалы, қазір ChatGPT-ді пір тұтып кеттік қой. Жоқ, ол біреудің жазғаннан жуады ғой. Соған анализ жасаңыздар қайтадан. Қай жерде қанша дәлелмен қараған. Осы ол энергия тек сол адамның ұйқысы, тамағы, жаңағы
сенің спортың болды. Бәрекелді, айтқандай тамаша. Тура жаңа тамақтану мен спортты айтып отырып, жаңа ұйқы туралы айтса екен деп отыр едім. Әлемдеп тұрып айттыңыз. Қазір біз де айтатын болдық, осылай ұзақ уақыт сұрайды бізден де тауға осынша 400 күннен асып шығуға не себеп дегенде, бірақ нәрсе дейміз, ертерек ұйықтау. Сонда ғана сен ұзаққа бара аласың. Ал ұйқыңды реттей алмасаң, онда болды, бір күні болмаса бір күні түсініп қаласың деген сияқты. Сондықтан өте маңызды, рахмет пікірлеріңізге. Енді мен үшін өте маңызды сұрақ, бұл қазір қазақ MBA деген дүниені арқалап келе жатырмыз. Осы кеңінен насихаттап жатырмыз. Қазақ кәсіпкерлері осыны оқыса екен деген ниеттеміз. Қазақ MBA-ні ең алғаш осы даму кәсіпкерлерінің алдына келіп айттым. Осылай келіңіздер оқуға деп, өзім жаңағы сенімділігімде төмендеу болып тұрды, қалай айтатынымды білмей дегендей. Сол кезде алғысымды айтқым келеді. Сырымбек тауып бастаған мырзалар бәрі тұрып, бірден біз бірінші қолдайық осы оқу бағдарламасының әрбір қазақ кәсіпкері оқу керек деп қолдаған болатын. Соған алғысымды айтқым келеді. Және осы бағдарлама туралы өзіңіздің ойыңызды білгім келеді. Жалпы енді оқу жақсы, бірақ сенде таңдау болу керек. Қайдан оқимын? Бәріңіз енді көбісі миллион теңге, 2 миллион теңге курстар сатып алып жатыр, жоқ, одан қарағанда бұл 100 жылдық қалыптасқан дүние ғой. MBA деген 100 жылдық тарихы бар зат оның. Екіншіден, сен оны бір рет тыңдай салмайсың, 2 рет тыңдай салмайсың, сен 2 жылдап оқисың да. 2 жылдап оқыған кезде 2-ақ пайдасын айтайын. Бірінші, әрине білім аласың. Екінші, ортаңдағы кәсіпкерлермен бәрімен танысасың. 2 жыл сен курстастарың бәрі кәсіпкерлер. Енді қызығы, мен Мақсат мырзаға үнемі айтам, бір сабақты шетелде өткізу керек деп. Мен жалпы қай сұхбатымды тыңдасаңыздар да 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион, 500 мыңға курс алғаннан қарағанда сол ақшамен шетелге шық деп айтар едім. Кругозорыңдашы. Сол ақшамен шетелге шығып көр да сен. Ол шетелге шығу деген көп адам шатастырады. Жағажайда денесіне крем жағып қойып күйіп жатып, ол шетелге шығу емес. Ол демалыс. Шетелге шығу бірінші, сол ел қандай тамақпен қоректенеді. Екінші, сол елдің бюджеті немен толып жатыр. Үшінші, сол елдің тазалығы. Төртінші, халықтың жағдайы. Бесінші, қай елмен қарым-қатынасы дұрыс. Осылар дұрыстап зерттеуіміз керек. Содан кейін барып артыншы музейін аралайсың, тарихи жерін аралайсың, жетінші табиғатына шық. Бұл шетелге шығу. Сен шетелге шық, демал, 2 музей көріп келсең, ол шетелге шығу емес. Мен кейде былай жасаймын әдейі. Ең төмен қонақ үйдің дәрежесі, ең жоғары қонақ үйдің дәрежесі. Сол кезде сол елдегі бай мен кедейді ажырата аласың. Сол нәрселерді көрсең, сенің кругозорыңа пайда болады. Анализді қалай жасау керек деген. Сондықтан тағы да айтам. MBA оқып жүрген кезде, жаңа біз Америкада жүрген кезде қанша біз Чикагоға барып келдік, ортасында барасап Вашингтонға бардық. Одан қайтарда Нью-Йоркқа бардық, Негарополисқа бардық. Біз сол оқып жүрген өзінде Американың ішінде 7-8 қалаға барып үлгердік. Енді мен маршрутымен жасап шықтым мысалы. Әр жер, әр дүниесімен қызық болды бізге. Сондықтан осылай жасамасаң, біз 7 күн бұрын барып, тегін берген жатақханада ішіп-жеп жатсақ жақсы еді ол. Бірақ кругозорыңды өсіруге, өзіңнің қабілетіңе не болды. Сондықтан мен сіздерге тағы да айтам. Көріңіз, жан-жақтың бәрін көріңіз. Қараңыз, аралаңыз, түсініңіз. Шетелге шыға алмасаңыз, Қазақстан ішіндегі облыстарға барып келіңіз. Көріңіз, көріп барып адам көзінің кругозоры өскеннен кейін барып дамиды. Солай дамимыз. Мен қазір сіздерге 43 рет болған Жапонияны, 50 рет Қытайда болдым, бір 20-30 рет Европада болдым. Мен айтқанымен сіздер көзге елестете алмайсыздар. Біз 2022-де ма, 23-те Өркен екеуміз Швейцарияда жүріп, бір 5-6 адам хостелге жаттық та. Анау барған жерімізде қонақ үй жоқ екен. Сөйтіп хостелге жаттық. Бір бөлмеде 4 төсек, 2 этаждан. И общий туалет жатақхана сияқты. Бірақ туалетке барған кезде сен жатақханада тұрсаң, сол жатақханадағы балаларды білесің, барады ғой. Ана жерде
европейсің де жүр, африканецің де жүр, жапонның да жүр, менталитеттер бөлек. Сол кезде мен байқағаным, кімнің тазалыққа бейім екенін ғана көріп аласың. Жапондар шашып кеткен суды салфеткамен сүртіп кетіп жатыр да. Сондықтан соны көргесен кейін сен Жапонияға бармасаң да сол елдің таза екенін түсіне бастайсың. Сондықтан тағы да айтамын, MBA оқыңыздар, ол 100 жылға жеткен азықты берген ғой. Қай кітаптан өту керекті саралаған. Ол саған бүгін оқыған кітабын ертең айтып беретін программа емес ол. Ол 100 жылдың ішінде іріктелген кітаптардан құралған ол. Қай кітаптан үйрету керек деген. Сондықтан оқыңыздар. Бірақ соны оқып, мен ойбай супермен болып кетем деп ойламаңыздар. Онымен бірге жаңағы айтқан статистиканы жасаңыз, анализ жасаңыз, күнделікті оқыған сабағыңызды бизнесіңізге қолданып көріңіз, қалай болып жатыр. Оқып жүрген кезде жалпы бизнесмен екі нәрсе керек. Білесіздер ме? Бухгалтерияны білу керек, заңды білу керек. Сол кезде сіз жақсы бизнесмен боласыз. Бухгалтерия мен заңды білу керексіз. Заңға келген кезде сіз хотя бы бірінші деңгейдегі заңгер болу керексіз. Есепке келген кезде бухгалтериядағы расчетты білу керек, 1С-ны білу керексіз. Сөйтіп барып дамисыз да. Енді бір деңгей болады. Шығасыз, оборотыңыз үлкейеді. Сол кезде әр жерде өзінде бухгалтерияңыз болған адам, бір үш заңгеріңіз болады. Ол кезде сізге о деңгейге түсіп кереміз. Қазір этап өтесіз одан. Рахмет көп. Осында бір ойыңызға қосып кеткім келеді. Гарвардта да былай деп айтады екен, Гарвард бизнес скулда біздің ұстаздарымыз қаншалықты әлемдік дәрежеде мықты болса да, сіздерге кәсіпке қажетті білімнің 30%-ын ғана береді. Қалған 70%-ын сіз осында келген бірге оқып жатқан кәсіпкер азаматтардан, сол сабақтастарыңыздан аласыздар деп айтқан ғой. Сондықтан да бізде де тура сондай үлгіні ұстауға тырысамыз. Алдағы уақытта мақсат мұратымыз бар. Қазақ MBA дәрежесі де сол Гарвардтың деңгейіне жететіндей, терезесі тең болатындай дәрежеге дейін көтеруге үлес қосатын боламыз. Мынандай бір сұрақ қойғым келеді. Көп азаматтар ойланады да, мен түскім келеді MBA-ге, бірақ күмәнданып тұрады іштей. Мен мынандай бір сұрақ қойғым келеді. Сіз оқу пәндердің бәрін көрдіңіз ғой, қай пән практикалық мәні болды, және жаңағыдай күмәнданып тұрған азаматтарға қандай кеңес айтасыз? Жалпы, мен енді бала кезімнен есепке жақсымын. Сондықтан маған жаңағы HR сабақтары бар, өте қызық. Өйткені сол жер HR-дағы сіз сабақтардан жұмысшыларды қалай таңдай алатыныңыз сізге керекті болып бастайды да. Содан кейін әрине экономика ол экономика. Біз экономикадан құра аламыз ғой. Сондықтан экономиканы дұрыс зерттеуіміз керек. Содан кейін маркетингі бар. Сіздер қалай маркетинг жасау керек. Анау бір апай болды ғой, атын ұмытып қалдым, маркетингден берген. Мысалы, сауатты үйретеді да, бірақ көше маркетингісін үйретпейді ол саған. Саған фундамент үйретеді. Көше маркетингін өзің үйрену керексің. Сондықтан сіздерге айтарым, мына сабақ жаман, мына сабақ жақсы емес. Әр сабақты тереңдетіп үйреткеннен кейін интернеттен іздеңіздер. Үйретті ма? HR-ды үйретті ма? Сол HR-ды жұлып алыңыз да қалғанын интернеттен іздеңіз. Өйткені әр нәрсені айтқан кезінде сіздің памятіңізге сақтап қалу үшін қайтып іздену керек. Ізденіп отыру керек. Сондықтан осы системамен үйренсеңіздер, тезірек жетістікке жетесіздер. Күмән. Оқымайтын адам миын ашып құй жіберсе де оқымайды. Онда күмән ондай. Мен уақыт өткізейін десеңіздер, оқымаңыздар оны. Ол адамның жаңағы. Екіншіден мынандай адамдар бар. Мен ол ортаға түсем, ананың бәрі білімді, мен сауатсызбын деп өзін төмен санау. Жоқ. Ол жерде өзіңіздің кемсітіп, төмен санаудың керегі жоқ. Олардың бәрі білімді болсын, мейлі. Сіз білімсіз болыңыз, бірақ сіз үйреніңіз. Сол кезде сіз бірге солармен бірге жетістікке жетесіз. Немесе солардан асып түсем деп жанталасыңыз. Бір жақсы нәрсе бар. Қазақтың бойында, жалпы, қазақ демейші, орталық Азияның халқының бойында қызғаншақтық деген дәреже бар да. Бізде, бәріміз EPM-ді білеміз ғой, музыка тыңдаймыз ғой, Музыка тыңдаған кезде бейте өзгертсең 98-8, 101-1 деп өзгереді ғой. Сол сияқты орталық Азияның халқының бойында осындай толқын бар, қызғаншақтық деген. Сол толқын кейде көтеріледі жәнегі. 107-8 тыңдаған қысап, немесе 99 сағат қысап түседі. Біз көтерілген кезде нені қызғануымыз керек?
басқа елдерден алатын үлгіні қызғануымыз керек. Біз досымыздың телефон, досымыздың көлік, досымыздың үй алғанын қызғанбауымыз керек. Біз керісінше сол дәрежеге жету үшін ұмтылуымыз керек. Біздің қателігіміз сол толқынды тарылтқан кезде теріс тарылтамыз да. Сондықтан жалпы үйренуіміз керек. Адамдар айтады ғой, адам денесінің мүшесіндегі 2% салмақты беретін ми екен. 2%. Бірақ 99% басқаратын ми ғой. Сондықтан біз оны тарылту үшін не істейміз? Сигнал жүрекпен. Бәрібір ми жүрекпен ақылдасады бәрібір. Сен жүрекпен. Адамдар айтады, мен ойбай эмоциямен істеп қойдым деп. Ол сенің жәнегі қызғаншақтық толқының сияқты толқын дұрыс тарылтпауың эмоция. Сондықтан біз жақсы сөздерді көп айтамыз, жете өлшеп бірге істейміз, айт дейміз, бүйтеміз. Бұны ауызбен айтатын нәрсе емес, тию керек, тию. Толқынға тарылтып тию алсақ. Сондықтан жалпы айтарым, MBA-ге келе жатсыз, курстастар 15 адамның 14-ін танымайсыз, өзіңіз танисыз. Мен осы ортада әр қайсысын жақсы жағын жұлып алып шығам деген ниетпен келу керек та. Өзіңді кемсітіп, сөйлемей, тұйықтанып, сабақта үндемей отырып, 2 жыл отырып өтсең, онда сен оқымай-ақ қой, ол пайдасы жоқ. Әшейін бос уақыт өткізіп жүрсің. Сондықтан жалпы мен жұмысшыларға үнемі айтамын, бір түрлі болудан қорықпаңдар деп. Адам бір түрлі болудан қорықпау керек. Бірақ бір түрлі болудың жөні осы екен деп қуып кетпеу керек. Анау білесіздер ме, кезінде бір хит болған корпоративкада клоундар, неше түрлі адамдар киіп қол жайып отырып бата берген. Көріп пе? Сол біздің корпоративка. Көп адам енді білмейтін шығар, сол біздің корпоративка. Мен айттым да, жұмысшыларды бір түрлі қылып көрейікші, қайсы қалай қолайды екен деп. Содан кейін рұқсат бердім. Әр топқа 500 мың теңге береміз, бір түрлі болып киініп қолаңдар деп. И көрдік. Біреу клоун болып келді, біреу Шинаши Патрол, біреу ойыншық болып келді, біреу батыр болып келді, біреу садақ ұстап келді. Ана жерге келсең, жұмысшыларды танымай қаласың. Сол кезде отырмыз енді адам. Бүткіл әлемдік персонаждарды киініп алғанда, соң енді батамен бастайық десең, бата бергенде біреу видеоға түсіріп салып жіберген ғой. Сол видео 25 миллион просмотр жинады, ойлаңыздар. Оказывается, Шинаши Патрол мен клоун екеуі қол жайып отыр деп. Сондықтан осындай бір түрлі болудан қорықпау керек. Эмоцияны шығаратын жерде шығарып үйрену керек. Шаңғы спорт, шаңғы кім жақсы дейді? Тауға барады. Сноуборд болмаса, енді қараңыз. Келе жатсың, не ойлап үлгересің? Ештеңе ойлай алмайсың ғой. Хотя бы дұрыс құлаймын деп қана ойлайсың да. Мида сохранить етіп тұрған сенің дұрыс құлауың. Сен төсекте жатып ақшаңды ойлауың мүмкін, төсекте жатып бала-шағаңды ойлауың мүмкін, төсекте жатып біреуге беретін қарызыңды ойлауың. Ал сен аяғыңда 2 шаңғымен 100 км/сағатпен ұшып келе жатқан кезде сен ештеңе ойлаймайсың. Бұл эмоцияны шығаруда. Неге сол спортқа барғандар до конца кіріп кетеді анаған? Бір мезет өмірді ұмыттырады ғой. Бір мезет өмірді ұмытасың, соң сен сол спортқа кіріп кетесің бе? Ал сен басқа спортта солай жылдамдықпен өмірді ұмыта алмайсың. Көрдің бе? Сондықтан әр нәрсенің осындай несі бар. Сондықтан адам бір түрлі болып, өмірде қалыптасып, көргеннен қорықпау керек. Бір болса да, бір рет болса да, 2 рет болса. Мысалы, менде неше түрлі достарым бар. Бір күні класстастарымды ертіп шыққам тауға. Ақбұлаққа барсақ, бір досым мойнына шаңғысын қойып апты. Аяқтағы 2 аяқ киім алып, жүргенге неудобно болып кеткен ғой. Оны иығын асып апты, бірақ нәскиін шешпепті. Мен айтам, сен нәскиді шештің не шешпедің не саған. Ана суық не істедің деймін да. Сөйтсем айтады, етікті шешкенде қуандым дейді, аяғымды жеңілдегеніне дейді. Сондықтан адамда осы эмоция бар ғой. Біз оны реттеуіміз керек та. Сондықтан әр нәрседен мүмкіншілігінше қорықпау керек. Жақсы жаққа қарай басты жұмсау керек ол.